Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Енді бүгінгі тақырып, бүгінгі әңгімелесетін тақырыбымыз ол тендердегі алғашқы қадам. Яғни тендермен айналысам дейтін адам ең бірінші не нәрселерді істеу керек, қандай этаптардан өту керек дейтін сияқты дүниелерді бүгін талқылайтын боламыз. Бірінші тендердегі жалпы тендер туралы, жалпы тендермен айналысу үшін жалпы тендер туралы алғашқы түсініктерді қалыптастырып алғаннан кейін, ниетімізді дұрыстап алғаннан кейін, бір қандай саламен айналысатындығыңызды анықтап алғаннан кейін, ол андай бір саламен айналыспайтын адамдар үшін, егер саламен айналысатын адамдар үшін болса, оларға ешқандай қиындық тудырмайды, белгілі бір саламен айналысатын адамдар үшін болса, онда олар сол саламен айналысып жалғастыра берсе болады. Ал нақты бір саласы жоқ адамдар үшін болатын болса, онда кішкене ойланып, кішкене зерттеп барып кірген дұрыстырақ болады. Енді тендердегі ең алғашқы қадамдардың бірі ол ИП немесе ТО-ны ашу, өзімізді заңдастыру, яғни өзіміздің атымыздан ашсақ болады, немесе туған туыстарымыздың арасында бір жұмыс жасап тұрған ИП немесе ТО-ларды тауып алсақ болады. Одан кейін сол ИП немесе ТО-ның атына егер счет ашылмаған болатын болса, счет ашсақ болады. Алдағы уақыттарда қай банктердегі счеттар дұрыс, қандай банктермен жұмыс жасағым тиімді, немесе ИП немесе ТО-ның қайсысы дұрыс екендігі туралы, егер ондай ИП немесе ТО-ңыз болмайтын болса, қайсысы дұрыс екендігі туралы сондай бір тақырыптарды қозғайтын боламыз. Енді ИП ТО ашып алғаннан кейін, счет ашып алғаннан кейін, біз оны қандай порталмен айналысқымыз келеді, сол порталға тіркейтін боламыз. Ал бүгінгі таңда біз бүгінгі сабағымызда, бүгінгі әңгімемізде біз Госзакуп порталымен, яғни мемлекеттік порталдармен ең көп тендерлер жарияланатын бір портал туралы айтатын боламыз. Яғни Госзакуп порталына тіркелеміз, ИП немесе ТО-мызды ашып алғаннан кейін, счетымызды ашып алғаннан кейін тіркейміз. Одан кейін счетқа ақша саламыз, яғни ол ақшалар тариф қосу үшін, бір процесс обеспечение үшін, яғни тариф қосып алғаннан кейін, яғни ақша салғаннан кейін біз белгілі бір тарапта тарифтар саламыз. Тарифтар туралы түсініктерді де келесі сабақтарда беретін боламыз. Тариф қосамыз, бір процесс ақшаға бөлек, тарифтан бөлек счетымызға, лицевой счетымызға ақша салып қоятын боламыз. Одан кейін тариф салғаннан кейін біз тендерларды іздей бастайтын боламыз. Тендерлерді іздегеннен кейін заявка жібереміз. Заявка жіберіп, егер ұтып алған жағдай болатын болса, онда біз тендермен бірге, яғни тендерде бір нәрсені қояйық, бүкілі электронды түрде болады, тек қана транспортный наклонныймен сертификатты ғана қағаз жүзінде жібереміз. Сертификатты да қағаз жүзінде жіберу негізінен міндетті емес, бірақ транспортный наклонный міндетті түрде товармен бірге бару керек. Яғни тендер ұтып алғаннан кейін белгілі бір тарапта товарымызды, қызметтеріміздің барлығын дайындайтын боламыз. Одан кейін оны товарды жіберетін боламыз. Наклонныйын дұрыстап толтырып, наклонныйды қалай толтыратынымыз барлығын дұрыстап келесі бөлімдерде түсіндіретін боламыз. Яғни наклонныйды жіберіп алғаннан кейін, товар барып, товар қабылданғаннан кейін біз акты жібереміз электронды түрде. Одан кейін жалпы тендер ұтып алғаннан кейін товарды жіберместен бұрын сіздерге договор келеді. Договорға қол қоясыздар, договор қалай толтыру керек, соның барлығын білулеріңіз керек. Одан кейін товарды жіберіп, одан кейін акты толтырып, одан кейін барып счет фактура істеп, келесі процесс ол уже ақшаны күту, яғни тендердегі негізгі процестердің барлығы ол особо қатты процесстер емес, особо қиын процесстер емес, барлығы электронды түрде жүреді, барлық порталда тек қана ноутбугыңыз, телефоныңыз связь жасайтын. Соларыңыз болса жеткілікті, яғни ИП ТО ашып, оны тіркеп аламыз счет ашқаннан кейін. Одан кейін тендер іздеп, тендерға заявка жібереміз, договорға қол қоямыз, товар жібереміз, и акты, и счет фактура қатты қиын нәрселер емес. Олардың барлығын дұрыстап меңгеріп алатын болсаңыздар, тендермен айналысып табыс таба берсеңіздер болады. Яғни тендердегі алғашқы қадам негізінен осы қадамдарды құрайды.